Сәлеметсіздер ме балалар? Мен Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас ауылы Мұсабек Сеңгірбаев атындағы орта мектебінің бастауыш сынып пәнінің мұғалімі Мейрамбек Сәулет Мейрамбекқызы. Бүгінгі сабақта мен Мұсабек Сеңгірбаев атындағы орта мектебінің 4-ші Б сынып оқушыларына қазақ тілі пәнінен жаңа тақырыпты қашықтықтан оқыту арқылы түсіндіретін боламын. Балалар, сіздерге бүгінгі сабағымыздың тақырыбын айтпас бұрын бірнеше сұрақтар қойғым келеді. Сіздер менің қойған сұрақтарыма жауап беріп отырады деген сенімдемін. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Бұл жыл мезгілінде ауа райы қандай болады? Енді өздеріңіз айтып шыққан сөздер заттың несін білдіреді? Қазақ тілінде неше сөз табы бар? Сол сөз таптарының ішінде етістік дегеніміз не? Етістік қандай сұрақтарға жауап береді? Жақсы балалар. Етістік іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін білдіреді екен. Осыған байланысты мен сіздерге бүгінгі сабағымыздың тақырыбын айтқым келеді. Етістіктің шақтары деп айтылады бүгінгі тақырыбымыз. Енді бүгінгі сабағымыздың мақсатыменен таныс болыңыздар. Сабақ соңында осы аталған мақсаттарға жетеді деген сенімдемін. Тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу. Етістіктің шақ түрлерін анықтау. Берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай білу. Жаңа тақырыбымызды сіздерге жаңа ақпаратты көрсету арқылы түсіндірмекшімін. Сіздер осы мен көрсеткен бейнебаянды мұқият тыңдап, бүгінгі сабағымызды жақсы меңгереді деген сенімдемін. Алан аға, сіз ылғи осы дәптерге не жазып отырасыз? Бұл ма? Бұл күнделік. Қойыңызшы, күнделік ондай болмайды. Міне, мынадай болады. Иә, ол оқушы күнделігі. Онда сабақ кестесі, үй тапсырмасы, алған бағалар жазылады. Мынау да күнделік. Мұнда адам өзі істеген ісіне есеп береді. Алдағы ісін жоспарлайды. Ол не үшін керек? Біріншіден, өзіңді тәрбиелеуге. Екіншіден, уақытты тиімді пайдалануға. Үшіншіден, жазып үйренуге. Сонда қалай? Қара, мен саған түсіндірейін. Күнделікті әркім әртүрлі жазады. Мен мынадай кестеге 3 жаққа бөліп жазғанды ұнатам. 3 жаққа? Шақ, уақыт деген сөз. Адам әрекеті істеген уақытына сәйкес 3 жақта айтылады. Қазірге дейін, қазір және бұдан кейінгі уақыт па? Иә, дұрыс. Оларды өткен шақ, осы шақ, келер шақ деп атайды. Түсіндім. Мына жерде бұған дейін орындалған әрекеттер өткен шақта жазылған. Мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Мына қатарда дәл қазір не істеп жатқаным осы шақта жазылған. Қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Ал мына бағанда енді не істейтінім, яғни келер шақтағы әрекеттерім жоспарланған. Ертең кешке Викимен қыдырам. 2 күннен кейін Болатпен шахмат ойнайым. Демалыста данаға балықтар жайлы айтып берем. Сіз осының бәріне қалай үлгересіз? Мен сабаққа дайындалсам, ойынға, ойнасам, сабаққа дайындалуға уақыт жеткізе алмаймын.
маған етістіктің шақтары көмектесті. Күнделік жазу маған әрі өзіме есеп беруді, әрі уақытымды жоспарлауды үйретті. Осылай істесең, уақытты бәріне жеткізуге болады. Алақай, енді мен де солай істеймін. Қайталайық. Етістіктің шақтары. Етістіктер іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін білдіреді. Етістіктің 3 шағы болады. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Осы шақ етістіктері сөйлеп тұрған кездегі іс-әрекетті білдіреді. Мысалы, қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Өткен шақ іс-әрекеттің бұрын болып кеткені білдіреді. Мысалы, мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Келер шақ іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Мысалы, ертең кешке Викимен қыдырамын. 2 күннен кейін Болатпен шахмат ойнаймын. Демалыста Данаға балықтар жайлы айтып беремін. Жақсы балалар, сіздер осы көрсетілген бейнебаянды өте мұқият тыңдап, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді сіздердің сабақты түсінгендеріңізді білу үшін сіздерге ашық сұрақтар қойғым келеді. Сіздер осы ашық сұрақтарға маған жауап жазасыздар деген үміттемін. Бірінші сұрағым: етістіктің шақтары нені білдіреді екен? Екінші сұрағым: етістіктің неше шағы болады екен? Үшінші сұрағым: етістіктің шақтарын атаңыздар. Балалар, сіздер осы сұрақтың жауаптарын маған жазасыздар. Және сіздерге мен тапсырма бергім келеді. Сіздерге беретін бірінші тапсырмам оқулығымыздағы екінші жаттығу 78-79 бетте тұр. Сіздер сол жаттығудағы сөйлемдерді қатесіз жазып, етістіктерді табасыздар. Етістіктердің қандай мезгілдік ұғымда жұмсалғанын маған анықтап, көрсетіп жібересіздер. Екінші тапсырмам төртінші жаттығу 79 бетте тұр. Бұл жерде сіздер жаңылтпашты каллиграфиялық нормаларды сақтай отырып жатқа жазасыздар. Және қатемен жұмыс жасайсыздар. Жаңылтпаштан етістікті тауып, астын сызып, оның қай шақта тұрғанын анықтайсыздар. Осы тапсырмаларды орындап, маған сіздер жібересіздер деген сенімдемін. Бүгінгі сабақты зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.